Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі Елисбаева Нафиса Ильдусовна тарих пәнінен оқытушысы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тас дәуірі. Алғашқы адамның іздері. Қазақстандық ғалымдардың пікірі бойынша, Қазақстанға және Сібірге алғашқы адамдар Европадан және оңтүстік-шығыс Азиядан қоныстаған. Қазақстан аумағында алғашқы адамдар шамамен бұдан 1 миллион жыл бұрын пайда болды. Олар адамдардың қоныстауына қолайлы жерлер оңтүстік Қазақстанның Қаратау жоталарынан, Жамбыл облысының Арыстанды өзенінен бой мекен еткен. Мұны тастан жасалған сол заманның еңбек құралдарын дәлелдейді. Қазақстан аумағында өмір сүрген алғашқы адамдар пятикантроптық замандастары болды. Адамдардың тұңғыш баспаналары үңгірлер болды. Отты пайдалану. Ертедегі адамдар әуелі найзағайды сөне жанған ағаштың отын пайдаланып, оның өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Адам бірте-бірте отты өзі жағуды үйренді. Тасты тасқа орып, одан шыққан ұшқынмен отынды тұтатты. Адамдар отпен жылынды, жыртқыш аңдардың қорғанды, тамақ пісіріп, жеуге мүмкіндік туды. Жыртқыш жануардан қорғану үшін үңгірді кіребері жеріне от жаққан. Жердің суы. Бұдан 100 мыңнан 13 жылға дейін жердің бетін мұз басып жатты. Бұдан 100 мың жыл бұрын жер беті күрт суи бастады. Европа мен Азияның солтүстігінде алып мұздық пайда болды. Оның қалыңдығы 2 километрге жеткен. Бұдан 13 жыл бұрын мұздық ері бастады. Біздің заманымызға бұрын 8 мың жылдықта Қазақстан жерінде қолайлы климат 4 мезгіл орнады. Ерте тас дәуірі 3 кезеңнен тұрады. Ерте палеолит, орта палеолит және кейінгі палеолит. Ерте палеолит біздің заманымызды бұрын 2 миллион 500 мың жылдан және біздің заманымыз бұрын 100-140 мың жылдыққа дейін. Орта палеолит біздің заманымызды бұрын 100-140 мың жылдықтан біздің заманымызды бұрын 40 мың жылдыққа дейін. Және кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрын 40 мың жылдықтан біздің заманымызды бұрын 12 мың жылдыққа дейінгі аралықты қамтиды. Алғашқы қауымдық құрылыста адамдардың өмір сүру деңгейі ғалымдар болжамағаны ретінде айта алады. Сондықтан, алғашқы адамның даму деңгейін археологиялық және антропологиялық зерттеу барысында мына төмендегідей мәліметтер береді. Тас дәуірінде адамдар негізінде тас құралдары пайдаланды. Сондықтан да адамзат баласының тас құралдары өндірген уақыты тас дәуірі деп аталады. Алғашқы еңбек құралдары негізінен тастан жасалды. Ал алғашқы адамдардың алғашқы еңбек құралдары олар қазғыш таяқ, үшкір тас, шоқпар. Кейінгі палеолит. Орталық Қазақстандағы кейінгі палеолитке жататын ескерткіштердің ішіндегі ең көрнектісінің бірі батпақ деп аталатын көне мекен. Оның мәдени қабаты жер бетінен 6 метрдей тереңдікте табылған. Тұрақтың жас мөлшері біздің заманымызды бұрын 30-25 мың жылдыққа созылады. Бұл жерден барлығы 300-ге жуық тас құралдары шықты. Қырғыштар ұзынша келген тас сынығынан жасалған. Сонымен қоса, тас дәуірі адамдардың ине жасаған заты үшкір сүйек. Ежелгі адамдардың жіп орнына пайдаланған заттары жануарлардың сіңірлері болды. Кроманьондық адам, палеолиттік баспана, ежелгі тас дәуірінің ескерткіштері, ежелгі орта палеолит. Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5 мыңнан аса еңбек құралдарының бәрі қашау мен үшкір заттар. Жамбыл облысындағы бөрі қазған, шабақты тұрақтарынан 5 мыңға жуық тас құралдары табылған. Оңтүстік Қазақстандағы Арыстанды өзенінен бойынан кейінгі тас ғасырының тұрақтары тапты. Құралдардың пайдаланған мерзімі шамамен бұдан 25 мың жыл бұрын болған. Алғашқы адамдар және олардың кәсібі. Адамдар қарапайым еңбек құралдарын пайдалануды үйренген соң табиғатқа тәуелділігі азая бастады. Жер бетінде ағаш, бұта басындағы өсіп тұрған әртүрлі жеміс жидектерді терді. Жерге жарамды тамырларды қазып алды.
құстардың жұмыртқаларын жинап көре кетті. Мұндай кәсіп терімшілік деп аталды. Бірлесіп тамақ табу және жабайы жануарларын қорғау үшін топтанып жүрді. Ертедегі адамдарды мұндай ұжымда адамдар тобыры деп аталды. Алғашқы қауымдағы адамдардың келесі кәсібі аң аулау болды. Ал келесі келетін болсақ, еңбек құралдары. Алғашқы адамдар еңбек құралдары жасау үшін қолға ұстауға ыңғайлы тастарды таңдап алды. Біріншісі чоппер, тасты жарып, бөлшектеп, жүзу өткірлерін пайдаланды. Екіншісі чоплинг, домалақ малта тасты екі жағынан егеген, жүзу өткір, ірек, ара секілді құрал. Үшіншісі пышақ тәрізді кескіштер, үш бұрышты қалақша тәріздес, өлтірілген жануарлардың терісін сыпыратын құрал. Келесі ине мен біз, үшкір сүйектен жасалған. Осылай адам бірте-бірте тастан пышақ, найзаның ұшын, бұрғы, қашау, балға кескіш жасады. Жұмыртас, екі жақ бүйірі қырналған құрал. Олардың адамдар қырғыш, тілгіш сияқты еңбек құралдарын жасаған. Ал құрметті студенттер, енді осы еңбек құралдарына келетін болсақ, сіздерге кішкене видеоролик қойып берсем деген ойым бар еді. Сол видеороликке мұқиятпен қараймыз. Алғашқы тастан жасалған еңбек құралдары. Құрметті оқушылар, бізді ежелгі адамдардың жер бетінде қалай өмір сүргені және олар алғаш қандай еңбек құралдарын пайдаланды деген сұрақтар қызықтырмай қоймаса анық. Сондықтан бүгінгі сабағымыз ежелгі адам өмірінің табиғатпен байланысы, тобыр болып аң аулап, терімшілікпен айналысу және тас өңдеу әдістерімен тастан жасалған алғашқы еңбек құралдары жөнінде болмақ. Ежелгі адамдардың өмірі. Ежелгі адамдар азық табу мен жабайы жануарлардан қорғану үшін тобыр болып өмір сүрген. Осындай жағдайда адамдар тобыры өздеріне баспана ретінде табиғи үңгірлерді, қуыстарды, биік тау шатқалдарын пайдаланды. Кейде ашық жерлердегі аңдар су ішуге келетін өзен иірімдері мен суат басына қоныс аударып отырды. Тобыр құру аң аулауда түрлі қиындықтар мен қатал табиғат жағдайында өмір сүруге жеңілдік жасады. Ежелгі адамдар әуелде қолдан баспана жасауды, тамақ пісіруді білмеді. Олардың тұңғыш баспанасы үңгір болған. Олар аң терілерін төсеніш етіп, жыртқыш аңдар жоламас үшін үңгір аузына от жағып қойған. Ежелгі адамдар найзағайдың түсуінен жанған ағаштың отын пайдаланып, оны өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Олар жанған отты жанын сала қорғады, өйткені отты өшіріп алу зор қауіп төндірді. Тіпті бүкіл тобырдың қырылып қалуы мүмкін еді. Адамдар тастан шыққан ұшқынға, ағашты бір-біріне үйкелеп қыздырған ұсақ жаңқаға, жүн немесе өсімдік талшығынан жасалған білтені тұтату арқылы отты өзі жағуды үйренді. Отпен адамдар жылынып, жыртқыш аңдардан қорғанды, ас пісіріп жеуге мүмкіндік туды. Археологтар ұзақ уақыт бойы жанып тұрған от орындарын тапқан. Алғашқы адамдар жеуге жарамды шөп тамырларын қазып, құс жұмыртқасын жинап, ағаш бұта басында өсіп тұрған әр түрлі жеміс жидектерді теріп жеді. Күнкөрістің мұндай түрі терімшілік деп аталады. Сонымен қатар алғашқы қауымдағы адамдар аң аулаумен де айналысқан. Олар негізінен мамонт, бизон, марал және үңгір аюларын аулады. Аң аулауда шоқпар, найза және үшкір тас құралдар пайдаланылды. Жабайы жылқы бұғы арқарларды толассыз қуалап, болдыртып жарға тау шатқалдарына қаумалап ұстаған. Адамдар тобыр болып аң аулауда отпен үркітіп терең орға түсіру, биік құздан құлату тәсілдерін пайдаланды. Бұған олар жасаған еңбек құралдары дәлел болады. Еңбек құралдары. Ұзақ жылдар өтсе де өмір сүрудің адамдар жинақтаған тәжірибесі кейінгі ұрпаққа жалғасты. Алғашқы еңбек құралдарын жасауды үйрену адам қолының жетілуімен қатар миының да дамуына әсер етті.
Уақыт өткен сайын адам қабілеті жетіліп, өз білгенін бір-біріне үйрете бастады. Алғашқы еңбек құралдары негізінен тастан жасалған. Оларды жарып, бөлшектеп, жүзі өткірлерін алған. Алғаш олар қатты тас сынығын тауып алып, екінші таспен ұрып, бір жақ шетін жұқалап сындырды. Бұл салмақты қарабайыр кескіш құрал чоппер, яғни тас шапқы деп аталады. Жүзі тегіс болып шықпаса да, онымен жер қазуға, ағаш кесуге, аң етін мүшелеуге болатын еді. Бұл адам ой өрісінің едәуір өскендігін көрсетеді. Өйткені шақпақ тас өте берік, ұрған кезде жалпақ әрі үшкір бөліктерге бөлініп, тез өңделген. Уақыт өткен сайын адамдар еңбек құралдарын жетілдіре түсті. Жануарлардың терісін тазалайтын, етін боршалайтын тас шапқылар мен қырғыштар және қол қашауы жасалды. Қол қашауын жасау үшін шақпақ тасты екі жағынан қашап, белгілі бір пішінге келтіріп таяққа бекітті. Тастың үшкір жағын өткірлеу үшін екі жағынан басқа таспен қашады. Қолға ұстауға ыңғайлы болса, адамдар тас сынығын қару есебінде пайдаланған. Ежелгі адамдарда қарудың аса оңтайлы, кең тараған түрі қол шапқы болды. Әлемнің әр жерінен табылған қол шапқылардың аздаған айырмашылықтары болмаса, бір-біріне өте ұқсас. Олардың пішіндері найза ұшы немесе бадам дәні тәрізді болған. Ұзындығы 10-20 сантиметр, салмағы жарты немесе 2 келідей болады. Шапқыға ұқсас қаруды 19 ғасырға дейін Тасмания аралындағы тайпалар пайдаланып келді. Бұл қаруды балта ретінде пайдаланған тасманиялықтар онымен ағаш діңгегін ойып, сол арқылы жоғарыға оңай өрмелеп шыққан. Ал құрметті студенттер, осы видеороликті көріп, өзіңіздерге керек мағлұматты алдыңыздар деп ойлаймын. Енді келесі кезеңге өтетін болсақ, епті адам. Ғалымдар алғашқы адамды епті адам деп атады. Епті адам Африканың Кения жеріндегі Алдубай шатқалынан табылған. Ол осыдан 1.750.000 жыл бұрын өмір сүрген. Келесі тік жүретін адам. Пятикантроп пен синантропты тік жүретін адам деп атайды. Алғашқы адамның бірі пятикантроп деп аталады. Пятикантроптың қаңқасы алғаш рет Ява аралығынан 1891 жылы табылды. Ол мөлшермен бұдан 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Адамзат дамуында бұдан кейінгі сатыда синантроп тұрады. Солтүстік Қытайда табылуына байланысты оған Қытай адамы деген ат берілген. Синантроптар бұдан 500-200 мың жыл бұрын өмір сүрген. Келесі неандерталь адамы. Көне адамның тағы бір түрі неандерталь деп аталады. Неандерталь адамы Германияның жерінен табылды. 8-9 жастағы неандерталь баланың сүйегі 1938 жылы Өзбекстанның Тесіктас деген үңгірінен де табылған. Белгілі антрополог ғалым Герасимов баланың бет әлпетін қалпына келтірді. Неандерталдықтар жер бетінде бұдан 135 мың жыл бұрын өмір сүрген. Неандерталдықтар сөйлеу қабілеті толық қалыптаспаған. Келесі саналы адам. Қазіргі адамға ұқсас адамдар қалыптасты. Кейінгі тас дәуірінде біздің заманымызды бұрын 40-12 мың жылдықта адам баласы дамуына жаңа кезеңі басталды. Жүздеген ұрпақтың қажырлы еңбегінің нәтижесінде бұдан 40-35 мың жыл бұрын епті адам саналы адамға айналды. Сүйегі алғаш рет Францияның Кроманьон үңгірінен табылған. Сондықтан саналы адамды кроманьондық деп атайды. Саналы адам өзінің арғы тегіне қарағанда көп ірі жетістіктерге жетті. Ол тік жүруді, анық сөйлеуді меңгерді. Адамның жетілуінде еңбек шегуші рөл атқарды. Адам еңбек арқылы жетіліп, оның қолы, сөзі, миы дамыды. Саналы адамның миы епті адамның миының 2 есе үлкен болды. Ал құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жаңа тақырып бойынша сіздерді ең керекті мағлұматтар алдыңыздар деп ойлаймын. Назарларыңыз үшін рахмет.